Ребята, здравствуйте! У нас сегодня урок 61. Овощи, которые растут над и под землей. Мына тақпақты жаттап алайық. Хозяйка однажды с базара пришла. Хозяйка с базара домой принесла картошку, капусту, морковку, горох, петрушку и свеклу. Ох! Все овощи спор завели на столе, кто лучше, вкуснее и нужнее на земле. Картошка, капуста, морковка, горох, петрушка и свекла. Ох! Хозяйка тем временем ножик взяла и ножиком этим крошить начала. Картошку, капусту, морковку, горох, петрушку и свеклу. Ох! Накрытые крышкой в душном горшке кипели в крутом кипятке. Картошка, капуста, морковка, горох, петрушка и свекла. Ох! И суп овощной оказался неплох. Жаттап алайық. Яғни бір күні базардан үйдің иесі келеді де көкөністерді алып келеді. Ол көкөністердің барлығы столдың үстіне шығарады. Сол кезде олар бір-бірімен келіспей қалады. Кім жақсы, кім дәмдірек деп бір-бірімен сөз таластырып қалады. Бұл жерде картошка, капуста, морковка, горох, петрушка да, свекла да болды. Бір кезде хозяйка алды да барлығын турап, кастрюльге салып, күшті қылып, әдемі қылып сорпай дайындады. Яғни бұлардың барлығы да өте пайдалы. Ары қарай. Проговори быстро скороговорку. Яғни мына жаңылтпашты тез айтайық. В огороде у Федоры покраснели помидоры. В огороде у Федоры покраснели помидоры. В огороде у Федоры покраснели помидоры. Деп оны рет оқиықшы, сонда тез жаттап алатын боламыз. Ары қарай. Поиграем в игру. Что где растет? Ойын ойнайық. Қай зат, қай көкөніс, қай жерде өседі? Бұталарда өсетін, жердің астында және жерде өсетін, көкөністерді бөліп жазуымыз қажет. Енді мына жерде үлгі жазылған екен. На кустиках растут помидоры, огурцы. Яғни бұталарда помидор, огурц, қияр, тағы да не өседі? Жалғастырайық. Огурцидың қасына перец неде өседі? Бұтада өседі, е? Одан кейін горох. Тағы да қалып қойса жазармыз. Под землей, яғни жердің астында не өседі? Под землей растут. Жердің астында картошка. Картошка жердің астында өседі. Свекла. Сосын не өседі? Ой, мына әріптерді алмайды өстіп. Сосын не өседі? Свекла. Морковь. Морковь та жердің астында өседі. Лук. Жуа да жердің астында өседі. Ал на земле, яғни жерде не өсетіні жазуымыз қажет. На земле растут. Капуста. Капуста жерде өседі. Тыква. Асқабақ жерде өседі. Және мына жерде кабачок. Кабачок. Ол на кустиках растут. Мына жерге кабачокты тіркеп қоюымыз керек. Кабачок. Яғни мына жерде на кустиках растут помидоры, огурцы, перец, горох, кабачок.
Под землей растут картошка, свекла, морковь, лук. На земле растут капуста, тыква. Келесі жаттығуға өтейік. Енді упражнение 4. Как люди будут убирать эти овощи? Бұл көкөністерді адамдар қалай жинайды? Овощи на земле, жердегі көкөністерді олар будут срезать. Жазып қояйық. Будут срезать. Овощи на кустике. Мына жерде буду мягкий язык қойыпты. Будут т болады. Будут срывать. Жұлып жейді. Ал овощи под землей будут выкапывать. Келесі жаттауға өтейік. Енді упражнение 5. Расскажи про овощи. Сен өзіңнің жақсы көретін бір көкөнісіңді алып, соған осы сұрақтарға жауап беруіміз қажет. Мысалы, менің жақсы көретін көкөнісім ол морковь. Бұны рет-ретімен сан қойып кетейік. Мысалы, бірінші сұрағы, екінші сұрақ, үшінші сұрақ, міне үшінші сұрақ, төртінші сұрақтың жауабы 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6 сұрақ бар екен. Енді бірінші сұраққа жауап бердік. Ол бізде біз морковь деген сәбізді алдық. Енді екінші сұрағына жауап берейік. Где растет? Қай жерде өседі? Морковь растет на земле. Жерде? Нет. Под землей. Жердің астында өседі. Какой цвет? Цвет у него оранжевый. Яғни оранжевый цвет. Какая форма? Форма у морковки. Он имеет овальную форму. Какой вкус? Вкус очень сладкий. Сладкий вкус. Что можно приготовить? Не пісіруге болады. Можно его есть, можно и сырым, можно и морковный салат можно приготовить. Деп мен өзімнің бір ұнататын көкөнісімді жазып шықтым. Яғни морковь мен жақсы көрем. Ол жердің астында өседі. Түсі оранжевый, овалды формада, дәмі тәтті, және одан морковь салатын пісіруге болады деп жазып шықтым. Осымен бүгінгі сабақ аяқталды. Келесі кездескенше сау саламат болыңыздар.